Assalamu alaikum, allomedia.com сайтының тұрақты ағзалары әмде ықыласпентлері. Сайтымызда сіз сүйген қосықшымен сізді және де жақыластыру мақсатында көптеген жұмыстар алып барылмақта. Бүгін көрсетуімізім осы хақында. Микрофон алдында бастаушы Ислам Пірниязов. Демек, көріп отырғаныңыздай, бүгінгі сайтымыздың әжайып мейманы өзінің хит қосықларымен халқымызға танып жатырған Арсланбек Асқар. Сағындым жаным, Енес қалды нәзірімде, арман қалды жүрегімде. Сағындым. Hoş келіпсіз, Арслан. Демек, жақсылап таярланып келген болсақ, сұрауларды бастаймыз. Мағыл. Бірінші сұрау Москвадан Жалал Қожелден. Әуелен бар, ассаламу алейкум, allomedia.com сайты әмде Арсланбек Асқаров. Сұрауым, мәселен сіз бір қосық үстінде істеп атырсыз. Осы қосық сіз ойлағаныңызда да жақсы, ямаса жаман болып шыққан уақытлары болды ма депті. Москвадан Жалал Қожелден. Енді әлбетте біз істеген қосықлар, біз жаратқан қосықлар әрдайым біз ойлағандай нәтиже бермейді. Қосық бір жақсы болып шығарау, халыққа ұнамды боларау деген қосық сол дәрежеде нені бермей қалады бір уақытлар. Біз ойламаған қосықлар күтілмегенде халықтың аузынан табамыз. Онда әмме халықтың аузынан өліп жүреді деген сұрау. Әлбетте әзір. Демек, кейінгі сұрау Жеңіс Бакировтан келген. Демек, Арсланбекке екі сұрауым бар еді. Кәсібіңізге байланысты екен. Неменен ғұрурланасыз? Одан кейін біздің қосық жақын арада таяр бола ма депті. Жеңіс Бакиров деген әжайып өзі қосықшы жігіт. Енді ғұрурланып мақтанатындай соқ азылкеп ықыласпентлерге ие болғанымызбенен мақтанамыз. Біздің қосықлардан, біз жарататын қосықлардан қашан шығады, қашан таза қосық тайым болады деп сұраулар келсе, сұраулардан төбеміз көкке жетіп, әрдайым мақтанышлы, қуанышлы болып, ықыласпентлеріміз үшін, бізден үмітленгендер үшін жүгіріп, жортып, таза қосықтар істеп, халықтың көбіне шығуға әрекет қылып жүреміз. Енді екінші сұрауы Жеңіс Бакировтың бір екі қосық беріп қойып еді маған, екі сөз, екі текст, шайыр жігіт қыздардың текстілері. Бір қосығын таярлап бердім, екіншісіне енді халықтың қызметінде, тойларда, студияларда өзімнің қосықларымдан істей алмай жатырмын, сол баса-бас болып. Содан кейін Жеңіс енді сұрауды бүгінгі интервьюға да таярлап қойған екен. Жеңіске Құда қаласа, осы уақытым болған сайын менің кемшілік болып тұрған, істелу керек болып тұрған жұмысларын толықтырып барып әрекет қыламын. Тез арада таза намасын таярлап беруге әрекет қыламыз. Және бір ескертіп өтуіміз керек, әлбетте Арсланбек Асқаров өзінің композиторлық қабілетіне де ие, әлбетте бұл реклама еді. Демек, кейінгі сұрауға өтеміз. Демек, Азиз Құрбанбаевтан келген сұрау. Арсланға әумет, талантына гәп жоқ. Бір ілтимас бар, Гули деген бір қосық күтіп қаламыз алдынан, рахмет. Сұрау әмде ілтимас деп алсақ болатын екен. Енді бұл ықыласпентлерімізге, достымызға рахмет айтамыз. Не дейміз? Енді көпшілік сұраулар болып атыпты, сондай қызлардың атына қосықлар сұранып атыпты. Енді қолдан келгенше істеуге әрекет қыламыз. Енді барлығына да бірақ уәде бере алмаймыз. Әмменің атына да қосық шығара аламын, не қыла аламын деп. Себебі біздің ойлаған ниетлеріміз бар, мақсатлеріміз бар. Бір қосықты болса, басқа жүргеністе милли қосықлар істесек, миллиден соң лирикалық, медленный қосықлар, шоқ қосықлар, әр түрлі жанрға көшіп
сол халықтың арасына шығуға әрекет қылып жатырмыз. Енді болып қалса болуы мүмкін. Рахмет. Енді құлақ ілесе күтіп қаламыз. Сіз де күтің дейміз бұны. Кейінгі сұрау Нүгарадан бірқатар сұраулар жолдаған. Демек, бірінші сұрауы мынандай болып табылады. Арсланбек өмірде неден қорқады депті. Енді Бабайдан басқа неден қорқады? мен сол ытыбардан шетте қалудан қорқаман. Сөйтіп жақынларымнан айырылудан еш уақытта олай көрсетпесін. Ата-анамыздың алдымызда аман жүрсін. Солардың патиясыменен, халықтың патиясыменен сол не дейді, жер көгерер дейді ғой. Сондай ытыбардан, мейірден шетте қалудан қорқаман. Онда бабайдан қорқпайсыз ғой? Бабайдан қорқпайтын болдым. Рахмет. Кейінгі сұрауы Нүгараның. Арсланбек концертін толық жалы ауызда айтуын күтсек бола ма депті. Енді қосқыларымды жалы ауызда айтып бере аламан. Себебі мен ұстарада оқыдым, ұстаз көрдім. Барлық сырларын үйрендік қосқылардың. Енді бірақ концертте толық жанлы ауыз болмайтын шығар, себебі концертке де концерт бергендей Құда қаласа несіп қылған күні болса, жаңа қосқыларын таярлап қойғанбыз. Жаңа қосқылардың жаңа аранжировкаменен, жаңа түрде безелген жаңалықларменен сіз ықыласпен тілерімізге жеткізіп беруге әрекет қылып жатырмыз. Соның әрекетінде күні түні ізленіп жатырмыз. Сол үшін таза қосқылардан жанлы емес, таза аранжировкамен жеткізіп беруге әрекет қылып жатырмыз. Рахмет. Енді Нүгараның үшінші сұрауы. Арсланбек бала кезі болсын, қазіргі уақыты болсын, ең қысынған демін айтуын соранар едім. Және сол жағдайдан қалай шыққан депті. Енді Қазір қысынып отқан болсаңыз керек қалай? енді әр сапар Нүкс FM радиосы болсын, я бір көрсету болсын, телевидениеда көрсету болсын, мейман болғанымызда бір уақияны айтар едім. Сол жасыл балалық уақытта мектепте болған қызықты уақия болған. Енді сол уақытта қысынбағанбыз, қазір қысынамын да сол уақиядан. Соны есте. Бір қыздың сұп-сұлу қыз классымызда 2-3 класс уақытта классымызға келген, сол қызды менің себебімнен басқа классқа кетіп қалды да ол қыз. Анасы келіп бізге бақырған. Енді класс уақытында жүдә шоқ болғанбыз. Класстың ең жаңағы орнығып тұрған бір жігіт, бір бала болғанбыз, қара бала. Сол балалардың арасында басылап жүрген мен болғанмын. Бір қыздың кеуіліне тиіп, сөйтіп сол қыз қапа болып, басқа классқа кетіп қалып, сол қазіргі күнде соны ойлап қысынамын. Сол уақытта неге балалық қылғанбыз ғой. Бірақ мощный сұлу қыз болғанда ол. Содан кейін ол қызға арнап бір қозғам айттық. Айтқанда ол оған мұхаббат яки не хақында емес та. Қысынғанымды кіттай өзім жауайын деп, жуайын деп, сағындырдың гүлайым, зар етпестен келайым деп, сол қосықты дөретушіліктерімізді басылап атқан пайтымызда әнәм еттім. Енді Гүлайымға және айтарымыз, сол бала уақыттағы қара жігіт жас мүнгесін әстен ағарып жатыр. Демек, кейінгі сұрауымыз, Нүгараның сұрауы, ең ақырғы сұрауы. Анаңызға ең дәслеп қандай сауға бергенсіз, һәм де неше жаста депті? Сол жаңа айтып өткеніміздей шоқ болғанман. Колледж дәуірінде оқып жүріп, сол байтлары азырақ ақылы еніп, анамызға 8 мартта бір сауға апарып береге деп, бір жақсы балалармен ойластым, неғыларын білмей, бір жақсы орамал алып, анам апарып бергенде, анам қуанды. Біздің баламада сондай ойланатын болыпты ғой деді. Сол сауға анамызға.
Рахмет. Одан кейін сауға бердіңіз ғой, брат? Әлбетте. Рахмет. Демек, кейінгі сұрау Жолдасбай Жұмекешевтен кепті. Арсланбек Асқаровқа қосықшылардан қосық ұрлады деп айтып атыр адамлар. Бұл рас па депті. Енді бұл табиғи сұраулар. Көпшілік жерде бұндай сұраулар болды. Студияда аранжировщиклердің мен жеп қасында отырып, мынандай қылсақ қалай болады, мынандай қылайық, мындай қылсақ бола ма екен, ұнай ма екен деп өзі айландырған 7 нота бар. Оны әмме біледі. Құсап кетсе, құсап кеткен болуы мүмкін, бірақ мен ешбір қосықтан, мына қосықтан алдым, ұсын қалпақшаға не қылдым, яке бір не қылдым деп айтпаймын. Себебі, маған сенбеген классменттер болса, келіп, менің дүрітушілігім тамаша қылса да болады. Мен өзіме ілхам келіп тұрған пайтта, өзіне өзі бір іләхи нама шығады, яке бір ойласқан ақта шығады. Қуат Әметов болсын, Әділ Темірбаев, аранжировщиклер. Солармен ойласып, аранжировщиклерден соранса болады. Мен өзімнің ойымменен, өзім келешегім үшін фантазия қылып, еш уақытта қосық ұрлаған адам емеспен. Құдайға шүкір, осы күнге өзімнің ойымдағы идеялармен жетіп келгенмін. Ұрлық болған жоқ. Рахмет. Енді ұрлық болған жоқ деп атырсыз. Мына Назарың барда деген хит қосық бар, сіздің атқаруыңызда. Осы менен Псайдың Гангам Стайл деген қосығының қандай қатынасы бар? Енді білмедім, оны сіздің ойлап тұрған сұрауыңыз болмаса. Енді әлбетте бұл Корея елдерінде хит болған, ал Назарың барда өздеріміздің Қарақалпақ халқында сол дәрежеге жетті деп ойлаймыз. Рахмет. Демек, кейінгі сұрау Суптан кепті. Қорқынышты екен, атының өзім. Арслан, қалай денсаулық, жақсы ма? Сенің қосықларыңа гәп жоқ. Саған сұрауым, сен жұлдызлық кеселіне шалындың ба? Яки өзіңді супер жұлдыз санайсан ба? Депті. Рахмет. Жүдә бір әжайып сұрау болыпты. Мазмұлы. Рахмет, қосықларын тыңлар екен. Желеде тыңлай берсін. Және де тыңлау үшін қосықларын әметеміз. Мен өзімді еш уақытта жұлдыз деп санамаймын. Жұлдыз деп һәм халық айта берсін, айтқанменен бәрібір не дейді? Инсан қай уақытта жұлдыз болады? Ықыласпентлер көп болсын, шәкіртлерім мол болсын. Сол уақытта мен сондай дәрежеге жеттім, сондай шәкіртлерім бар ізімде деп айтатын дәрежеге жеткен уақытта мақтаныш қылуы мүмкін, бірақ жұлдызбан деп айта алмайды ешкім. Себебі жұлдызам таң атқанда өшеді, түнде пайда болады дегенде, әр күн әр жұлдыз жанады. Сосын мен айтайын деген не десек болады, мен әзір жеткізіп бере алмай тұрмын. Жұлдызбан деп санамаймын. Тек мені үмітленген әзиз ықыласпентлер үшін, үмітлерін ақылау үшін жаңадан жаңа қосықлар, тұрмыс тәшкішінен шаршап жүрген, өмір әркімнің әр түрлі тағдыры бар, солардан кіттай болса да аулақ болу үшін, кіттай болса да гозалыққа талпындыру үшін таза қосықлар, таза дөретушіліктер істеймін. Әлбетте, толық жауап алды деп ойлаймыз. Кейінгі сұрауымыз Гүлімнен келген. Арслан, сіз назланған қызларды ұнатасыз ба? Депті, әлбетте. Енді біздің халқымыз өзі Қарақалпақ халқының қызлары жүдә ибелі, гөззал қызлар бар. Наз деген сөздің өзі бір тәсірлі сөз да. Мен ұстазларымыз болды, бізде кішкентай уақытымызда Мақсет Өтемұратовтың ұстазымыздың Назлияр деген қосықлар шықты. Сол қосықлар хит дәрежесіне жетті. Үлкен ақсақалlardan
баслап кішкентай балаға шейін білетін еді қосыклар. Біздер кішкентай едік, аузымыздан түсірмей айтып жүрдік. Со қосыкларға да әуес қылып, су темада бір айтып көрсем қалай болады деп бір күн ыңылдап жүрсем, со припев пайда болды да. Назларың бар да деп со шығып сөйтіп куплет қосу керек болды оған. Сәрсенбек Жеткербаев деген ініміз жазып берді, куплетлерін толықтырып. Сөйтіп Азиз Айтжанов деген аранжировщик һәм қосқышы ажайып жігіт бар. Ташкент қаласында қазір консерваторияда оқып жатырды. Сол жігітпен бірге ислесіп, мынандай ритм басасақ қалай болады, мынандай шоқ неге салсақ қалай болады деп иследік һәм күтілмегенде сол қосық менің көпшілік ықыласменділерге егілді. Халықтың аз-кем арасына кейбіреулеріне жай алып берді. Енді Назларың барда қосық шықты, одан кейін Назларың қой деген қосық шықты. Кейінгі сұрау, Назларың қашанға шекем деген бола ма? Енді ол кімгедір Назларыңды қой қосығы кімгедір жақты, кімгедір жақпады. Бірақ мен өзім бір жас үлкен тараудың несін көрген, бұзын жеген нелерден сондай нелер болды да маған мәслихат берді. Сондай сөйтіп Назларыңды қой қосығың Назларың бардадай болып, бірдей болып кеткен. Өтушілігінде басқа затлар болсын деді. Бірақ енді Назларыңды қойдыңам ықыласпен жоқ деп айта алмаймын. Қосықтыңам тойларда сол мені көпке танытырған Назларың бардадан бұрын сұрайды Назларыңды қой бір уақытлары. Сол үшін қолдан келгенше айту істеп жатырмыз. Рахмет. Кейінгі сұрау Руслан Хамитовтан келген. Салам группаласым Арслан. Жұмысларына тасқын табыстар тілеймін. Мен өзім ісенемін һәм тілектеспен. Бұндан да биік мәртебелерге ерсе бергейсің. Халқымызға минет етуден шаршама жоражағын депті. Біз білеміз, сен көбінесе милли, шоқ һәм лирикалық қосықлар айтатығыңды. Енді қызықлы сұрауыма тоқталсақ, егер сенен жасар ықыласпенділерің, яғни халқың рэп жөнелесінде қосық күтсе, сенің айтқаныңды шын ықыласпенен сұрап тұрған болса, олардың рейін қайтармай қолыңнан келгенше бір рэп қосық інәм етермедің. Бұл сенің жөнелісің болмаса да депті. Демек, группаласыңыз Руслан Хамитов. Жүна ойландыратын сұрау беріпті. Руслан достымызға рахмет айтаман, сұрау беріпті. Ықыласпенділеріміз бізден со дәрежеде қосық сұранса, со рэп жанрының ритмін алып, соған өзіме жолыма салып, азырақ жайғастырып айтуым мүмкін да, бірақ рэп айта алмаймын. Әркім не дейді, шымшық сойса да қассап сойсын деп. Содан кейін енді шымшық сойса да қассап сойсын деп жатырсыз. Қассаппен рэппердің не қатынасы бар? Әркімнің не дейді, әркімнің өзінің жолы бар. Өзімнің жолыма сәл сайкерс келтіріп айтуым мүмкін. Со дәрежеде ықыласпенділерім сұранса. Мәселен, мынандай дәрежеде болуы мүмкін. Мен көз алдыма келтіріп жатқан, Назларың барда рэп жөнелісінде. Назларың барда, йоу, болады да. Демек, кейінгі сұрауымыз лирик 86-дан кепті. Қосықларың арасында қайсы қосығыңа қатты тәсірленгенсең депті. Қосықларымның көпшілігіне әзір күнге жегенмен ізденіп кетірмін. Ықыласпенділерімізге жаққан болса, негедір мен өзім қосықларымнан әзірге дейін көңілім толмайды. Себебі мен әуес қылып өскен инсан, мен өзім сол инсанның қосығын айтып тісім шықты. Һәмме халық жақсы көреді ол инсанды. Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист, Нахал сыйлығының лауреаты Рашид Қожасовқа әуес қылып өскенмен соның қосығын айтып тісім шықты. Қосықларын айтқанымда даусыма сәйкес келген ол инсанның қосығына қосылып айтқанымда. Со жолда давам етіп,
өзüme ustaz деп bilip bol insandı. Men gaybana şagirt boldum. Gaybana onu жақсы көріп, қосықларын тыңлап, күні-түні құлағымнан тасламай үйрендім, жүгірдім. Бірақ сол insanның қосықларында болып шықса екен, сондай мазмұнлы қосықларым болса екен деп тәуес қыламын. Бірақ негедір қазір күнге жегемем, еле де ізленемін. Сәл бір сәт жетіспей тұрғандай бола береді. Ұстаз өзінің жолымен ұстаз. Соны кішігер, ұстаздай болу қиын. Bir kelген insan. Өзімнің азлыкем өзім бірақ тыңлайтын қосығым өзімнің. Екі қосығымды тыңлаймын. Өзімен шоқ қосығымменен халқым таналған болса, шоқ қосықпен азлыкем көзге көрінген болсам, негізі шоқ емес, лирикаға жақынмын. Ізлеріңде зар қалдым мен қосығымменен. Сол кеше ғана жақында қалдымызға әнем еткен. Көпшілік соранып отырған қазіргі қосығымыз, сағындым, қосығын жақсы көремін. Жақсы көріп, тыңлаймын. Рахмет, кейінгі сұрау Роха 0606-дан кепті. Арслан аға қашан концерт бересіз депті? Әлбетте, әрбір қосықшы, әрбір төретуші инсанның концерт беру арманы, бұл бақыт қосықшы үшін. Концерт беремен деген әлбетте ойым бар, режимде бар. Бірақ еледе мені эстрада жолындағы жасыларба қосықларымен таныса, мен лирик қосықларымдан еледе халыққа інәм етуім керек. Үлкен ағаларымыз, апаларымыз тыңлайтындай қосықлардан жаратуға әрекет қылып жатырмын. Сондай қосықларымды дөретіп болып, еледе өзіме сеніп болғаннан соң концерт әлбетте беремін. Демек давам етеміз. Енді Тимурдан келген сұрау. Арслан, сіздің ауазыңыз зор, көз тимесін. Қарақалпақ қосықшыларының арасында қайсы қосықшының ауазы менікінен жақсы деп ойлайсыз? Һәм алдында тән бересіз. Рашид Қожасовтан басқа депті. Енді әлбетте әрбір қосықшының ауазы өзінің жағымлылығы, шірелі дауысы болмаса, әрбір халық таналмайды ол инсанды. Әркімнің өзінің жағымлы талептері болады. Тән беріп тыңлайтын қосықшыларым көпшілігінен һәм өзіме де сабақ аламын. Қосықларын үйренбесем де тәрбияны үйренумен жол жорық көрсетеді. Рашид Қожасовтан басқасы деген Рашид Қожасовты бірінші болып айтқым келеді, себебі көпшілік жерлерде Рашид Қожасов ұстазымыздың, марқұм ұстазымыздың ықыласпентлері бізден тыңлайды екен. Сол нысанның не десек болады? Мен алдымда пайда болғанынан, маған жол жорық болғанның себеплі мен осы дәрежеге жетіп отырмын. Және де Мақсет Өтемұратовты, Бегіс Темірбаев, Қарамәддин Хитшан, үлкен қосықшы ағаларымыз, Байрам Пердебаев, һәм көп қосықшы ағаларымыздан мәслихат сұрап, түсінбей жатқан жерлерін түсіндіріп, соларды таналаман. Еш уақытта мен ешкімнің бәлентпен, ешкімнің пәспен демем айтпаймын. Әркімнің несібесі болар деген. Сол қысқаша. Рахмет, кейінгі сұрау. Қалайсыз Арсланбек, сіз Өзбекстаннан басқа қайсы мемлекеттерде концерт бердіңіз? Һәм қайсы сырт елдерде концерт беру ниеттеріңіз бар? Шуақ үшін алдынан рахмет депті. Жақында ғана өзі бұл тарауға кіріп кеп жатырмын. Мен 4-5 жылдан бері төретушілікті баслап келатырмын. Қазіргі күнде халықтың арасына енді ғана араласып келатырмын мен қосықларым. Сол үшін концерт сол Қарақалпақстан Республикасында районларда болдық. Көпшілік жерлерде болдық. Ташкент қаласында конкурсларға бардық. Бұндай бірақ елі Арсланбек Асқаровтың
концерт дәстүрі шет жерлерде, өзіміздің республикамызда да еле мен өзімнің үлкен концертім болған жоқ. Еле толық піспеген мейуамен дегендей. Сол. Кейінгі сұрау исламнан кепті. Көбінесе сізді маған ямаса, мені сізге ұқсатады. Түрлерімізді әлбетте. Айтады, егер мені көрсеңіз, растан да сізге ұқсасам, қандай сезімге түсіп қалар едіңіз депті. Маған ұқсайтын инсан болса, әлбетте қуанаман. Үлкен бір қуаныш бол. Бірақ ислам жаңа балаңат, қуанышымыз. Сол, мәселен, көпшілік жерлерде, тойларда Рашид Қожасовтың не істесең деп сұрайды менен. Әне істесең бе, қандай байланысың бар деп. Сол уақытлары іш-ішімнен қуанаман, сондай ұлынымзанға ұқсатқанынан. Сондай инсан болайман деп тіленіп жүремен. Сол айтқандай, мағанам ұқсайтын инсан болса, төбем көкке жетеді. Әлбетте қуанышлы болған, һәм қолынан бір қысып, рахмет деп айтаман. Сағаның үшін әлбетте. Кейінгі сұрау Саконнан кепті. Арсланбек, қалайсаң, саған сұрауым, мені неге OK.ru-да чорныйға тықтың, хайранман. Әзілді жақтырмайсам ба депті. Әзілескен болса керек, қалайда? Қайсы достымыз жазған білмедім. Бірақ сондай не қылған болсам, шетілеткен болсам, мен кешірім сұрайман. Бірақ бір пайтлары, кейфият жоқ уақытлары, сондай бір ойнаған болуы мүмкін, бірақ маған жағымсыз түйілсе, сондай әдетім бар. Енді сол интервьюдан кейін шығат, қайттан қосып қойман. Демек, ендігіде Одноклассники яки агентте Арсланбекке ойланын қарап жазасыз. Әлбетте кейфиятына қарап. Демек, кейінгі сұрау, Арсланбек қосықшылардың қосық айтудан неше мақсеті бар? Һәм қандай-қандай? Сенде соның қайсысы? Алдынан рахмет. Талғат Ордабай. Қосық айтудан неше мақсеті бар? Қосық өзі киелі нәрсе. Қосықтың ішінде жасап білетін адам, жасап білетін инсан айтса, қосық өзінің марамына жетеді деп ойлаймын. Қосықтың мақсет бұл біріншіден кімгедір жағыну яки не қылу емес. Бұл кәсіп бізге сол кәсіп жазылған маңдайымызға. Бұдан қосықтан басқа затты мен көз алдыма келтіре алмаймын. Қосық менің өміріме айланған. Қосық менің өмірім көздан. Менен үмітленгенлердің үмітін ақылау үшін қосық айтамын. Халқыма, Қарақалпақ халқына азғандай да бір үлес қосу, Қарақалпақ милли қосықларының, милли Қарақалпақтың ырғақларын араластырып, эстрада жолында болсын, сол дәрежеде адамдарға кіттей болса да не беру, миллилікті еслетіп тұру үшін қосық айтамын. Рахмет, толық жауап болды деп ойлаймыз. Кейінгі сұрау. Ассалаумағалейкум Арсланбек аға, қосықларыңызға гәп жоқ. Сізге сұрау, өміріңізде бір күн қалғанда не қылған болар едіңіз? Алдынан рахмет, Қалікөлден Кенжебай Мақсет. Енді не дейді? Бір күн қалғанда тәубе қылып, өткен кеткен қате кемшілік күннің кеуіліне түйелген болса, әммесін кешірім сұрап. Халық не қылса соны қыламыз. Енді ол күнге жүдә ерте жете бермей қояйық. Әләж болса, yoshliroq so'rovlardan bersa, o'sha ixlosmandimizdan so'ranamiz. Rahmat. Endigi sizdan yoshliroq so'rovlarni olamiz. Demek keyingi so'rov, assalomu alaykum Arslanbek Asqarovning qo'shiqlariga gap yo'q. O'rgatuvchilik жұмыстарына табыстар tilayman.
Назарыңды қой қосығын жалды ауызда айтып беруін ілтимас етемін алдымнан. Рахмет. Демек, сөзді ескертіп өтеміз. Арсланбек Асқаровтың атқаруында сайтымызда Назарыңды қой композициясы жалды ауызда. Кет. Сол ықыласпентіміз үшін міне жаңағы төменде айтып өткен, төменде жоғарыда ма? Жоғарыда айтып өткендей Назарыңды қой қосығының бір ықыласпенті пайда болды. Сол қосық соранған үшін рахмет көп. Міне Дарман азлыкем айтып беруге әрекет қыламын. Nazlarыңды қой жаным, назларыңды қой, сені бақытлы ету қалбімдегі ой. Назларыңды қой жаным, назларыңды қой, сені бақытлы ету қалбімдегі ой. Бант етіп жүрегімді назланып көп ойнадың, жүрегім отқа салып күйдіріп және ойнадың. Бант етіп жүрегімді назланып көп ойнадың, назларың жаннан өтті, қой десем де қоймады. Рахмет, сау болың. Ауызыңыздан сорға қалдым нерде. Рахмет, даусыңызға көз тимесін. Кейінгі сұрағымыз Саламат ісімді Ықыласпентіңізден. Неке сүйгеніңізге арнап сағындым қосығын со дәрежеде айтқансыз, өзбекшелеп айтқанда марамыға еткізіп дейді ғой. Енді сұрақ той қашан енді дейді. Енді бұл ықыласпентіміз маған жүдә жақын ықыласпент ұқсайды. Мен дүрдірушілігімді қатты қызық тыңлайтып ұқсайды. Сол дәрежеде мен туралы сондай ода информация бар екен. Бұл қосық сүйгенім арналған емес. Себебі бұл қосық бірден жаратылып қалған қосық. Сондай мен қасымда текст болып еді. Сәрсенбек Жеткербаевтың сөзіне, Қуат Аметовтың студиясында бір күнде дерлік 80% тайым болып қалды бұл қосықтың. Сол дәрежеде дөретушілікті ішіне кіріп кеткенбіз. Ертесіне записке түстік. Сол дауыс жазу, авазды жазды. 2 күннің арасында бұл қосық тайым болып қалды. Бірақ көп уақытлар davamında тарқатпай қойдық. Қуат Аметов аға достымызбен істеп, сол қосықты жараттық. Бірақ бұл қосық ешқандай сүйгеніме яки бір қызға арналған қосық емес. Ықыласпентлерім үшін істелген қосық. Не десек болады? Қате ойлаған екен бұл ықыласпентіміз. Демек, толық жауап алды дейміз. Өздеріміз әлбетте. Арсланбек, енді сайтымызда дәстүрге айналып кетіпті. Бұл әлбетте жаллы ауызда тыңладық. Бірақ енді жаллы ауызда және бір мәрте айтып берсеңіз, жүдә бір жақсы болар еді. Әлбетте өзіңіздің сүйген, өзіңіздің кеуілден, жүректен шыққан қосыңыз болса, рахмат, тыңлаймыз. Сол қазір күнде кеңінен халқымыздың құлағына жетіп жатырған қосығымыз мені қуантырып, һәм мені ықыласпентлерімді қуантырған қосық сағындым қосығын 2 куплетін айтып беруге әрекет қыламын. Сырлы дауыс сазлар шерттің, бидар ексен, алыс кеттің, сиқырлы сон, қараспенен жаным, сағынуға мәжбүр еттің, бидар ексен, алыс кеттің, сиқырлы сон, қараспенен жаным. Әрман қалды жүрегімде, көзім талды қадемімде, сағындым ау, сағындым жаным. Елес қалды нәзерімде, әрман қалды жүрегімде, сағындым ау, сағындым. Сүйгенлігім жасырмайман, өзгеге гүл ұсынбайман, тек өзіңе арнағайман жаным. Өзіңе бір шақырғайсаң, өзгеге гүл
usunbayman, sagındım am, sagındım. Sevgiligim jasırmayman, özgege gül usunbayman, tek özüne arnagayman canım. Rahmet, sağ bolun. Bunday boşluktan keyin albatta adam boshqacha ta'sirlanib ketadi ekan. Demak, Arslanbek, o'zing bilan bugungi saytimizga kelib tushgan so'rovlar o'z shumag'iga jetdi. O'zingizning ixlosmandlaringizga hamda saytimizga tilaklaringiz bo'lsa, shovg'ingizga bo'ladi. Albatta, aziz Qaraqalpoq xalqining qo'shiq suyar, qo'shiq shaydalari, ixlosmandlarimiz alionmedia.com nohat.com saytining aziz turaqli ixlosmandlari, sizlarga mingdan ming ta'zimdamiz, minnatdorligimiz cheksiz. Har doim bizdan talablanib turing, bizdan so'rab turing toza qo'shiq. Bizlarda yilida alga ilgarilowga ündep atgan so aziz ixlosmandlarimiz bo'ladi. Shunday ixlosmandlarga ega ekanmiz. Biz baxtli qo'shiqchimiz. Baxtli so Qaraqalpoq xalqining farzandimiz. Biz yoshlarga tek talab qanday qo'shiqlar islaysiz, qanday talablar bo'lsin deb sizlar so'rab tursangiz, biz hamisha xizmatdamiz. So suhbatdan foydalanib aytib o'tmoqchiman ixlosmandlarimiz uchun. Ko'pchilik do'stlarimiz so'ranib o'tiribdi, toza qo'shiq chiqmadi, toza qo'shiq chiqmay ketdi deb. Yaqinlarida Quvvat Ametovning studiyasida Marat Na'matullayev so'zini Arslanbek Asqarovning namasına ketmeymen sensiz adlı qo'shiq ishlab o'tirmiz. Tez arada siz suygan sayt, siz suygan yoshlar jarqqa chiqaratan, yoshlarni ko'pchilik yerga tanitатын, sirtda yurgan, chetda yurgan ixlosmandlarimizga ulkan qulaylik yaratатын alionmedia.com saytida alsanglar bo'ladi. Tez arada tayim bo'ladi. Qo'shiq sensiz yasalmayman. Qo'shiqni sizlarga tez arada inam etamiz. Ham bugungi shunday sizga da minnatdorchilik bildiramiz alionmedia.com saytına bugungi intervyuga chaqirib mehmon qilganlaringiz uchun minnatdorchiligim cheksiz. Sizlarning mashaqqat жұмыстарыңызda tasqin tabislar tilayman. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmet, sağ olun. Demek, o'zing bilan bugun ko'rsatuvimiz o'z shumag'iga jetdi. Saytimizda mehmonda ajoyib qo'shiqchi Arslanbek Asqarov hamda boshlovchi Islom Pirniyazov bo'ldi. alionmedia.com estrada yulduzlarining eng so'nggi жаңалықтарын jaritib beruvchi portal. Saytimizdan uzoqlashmay gap qolamiz. alionmedia.com Basa ber sen hamisha alga, жаңалық іздедің sen hech to'xtama. Эстрада жұлдыздарының ең соңғы жаңалықтарын жаратушы